48 жас деген ол аз жас емес, орта жас. 4 баланың анасы, бір баласы мүгедектігі бар бала екен. Үлкен балам 25-ке дейді. Сол науқас баламмен, соның күтімімен үйде отырып қалдым дейді. Енді бұл әйелдің, ананың жағдайы белгілі ғой. Қазір сау баланың өзіне қаншама күш керек. Бір түйір баланың өзін дамыту үшін ана да әке де қанша табыстау керек, қандай жүгірістермен жүріп, сол баланы жетілдіру керек. Ал енді науқастығы бар бала деген, ол енді дұшпаныңа тілемейтін, ол үлкен мәселе, ол тағдыр. Біз сын дейміз ғой, сын дейміз, сынақ дейміз. Бірақ сынаққа біз қалай көнеміз, қалай төземіз, қанша күшіміз кетеді, қанша энергиямыз кетеді, ол бір Аллаға, өзімізге ғана мәлім. Енді бұл жердегі мәселе, күйеуім соңғы кездері дейді, 25 жасар баламды да өзімді де қатты тексеріске алып, үнемі ашуланып, үйдің берекесін алып жатыр дейді. Енді ашу бір күнде туған жоқ қой, ол деп те айтпай-ақ қойыншы. Осы отбасылық өмірдің бірінші күннен бастап басталған нәрсе болып тұр ғой бұл. Әр нәрсенің өзінің себебі болады. Біз үнемі салдарын айтамыз. Күйеуім жақсы болып келе жатты, ашуланып кетті. Бірден өзгеріп кетті. Ол бірден өзгермейді, ол тамшылап жиналып бір күні атылатын нәрсе. Енді науқастығы бар бала болған соң сіз күйзелесіз. Еркек күйзелмейді деп ойлайсыз ба? Әке де күйзеледі. Ол да ойлайды, менің тағдырыма неге бұндай сын келді, не жазығым бар еді деген нәрсені еркек айқайлап айтпаса да ішінде айтып жатады, іші қайнап жатады оның. Сіздің қайнауыңызбен оның қайнауы қосылған кезде, ол бір сөз айтса, сіз 10 сөз айтсаңыз, сіз шаршадым дегенде, ол да шаршадым десе, біліңізші, үйдегі тағдырдың сынымен жатқан бала қандай күйде өсіп жатыр. Ал енді сіз ауырып қалдыңыз, төсек тартып жатып қалдыңыз, немесе өліп кеттіңіз. Күйеуіңізге де басқа әйел табылады, балаларыңыздың алды 25-ке келіпті, олар да жетіліп өз өмірлерін көреді. Ал ана науқас бала, оның тағдыры не болады? Кім қарайды оған? Ол балағында былай сырып қойғанда, сіз өзіңізге керексіз, жаным. 48 жасқа келгенде отбасының ынтымақтастығын бір қалыпқа келтіре алмасаңыз, не істеп жүрсіз, жаным-ау? 25-тегі жас емессіз, тым болмаса 35-тегі де емессіз алып ұшып тұрған. 48 жаста әрбір әйел өзінің де мінезін, күйеуінің де мінезін, екеуінің кем-кетігін бір арнаға тоғыстырып, келістіріп, барлығын реттеп, өзінің тыныштығын ойлайтын жас. Егер сіз маған хат жазып, менен көмек сұрап отыратын болсаңыз, мен білмеймін, сіздің ар жағыңыздағы адамдар сізден не үміт күтеді. 48 жас деген әлем жас. Ол жаста бүкіл нәрсе реттеліп, өз орнында тұру керек.